Сәлем достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен шоколадты пирог жасаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Какаомызды, ұнымызды, шекерімізді салып, сары майды күштен өткіземіз. Оны жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Жұмыртқаға творожный сыр мен шекерімізді саламыз. Соңынан творогымызды салып, блендермен біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді үгілмелі массамызды екіге бөліп, бір жартысын пирогтан астына салып аламыз. Неке енді салмамызды ортасына осылай құйып шықтық. Артынан екінші бөлігін үгілмелі массамызды осылай үстіне сеуіп шығамыз. Біркелкі етіп жауып шыққаннан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Неке пирог дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.